Адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақмақшылық. Біреудің байлығына, біреудің күшіне, біреудің атағына қарап мақтану адамшылық емес. Адамның адамдығы ақылында, ғылымында, жақсы мінезінде. Егер бір адам екінші адамнан артық боламын десе, ол байлықпен де, мансаппен де емес, ақылмен, біліммен, адалдықпен, адамгершілікпен артық болсын. Сол үшін адам өз бойындағы жаман мінездерді жеңіп, жақсы қасиеттерді көбейтуге тырысу керек. Сонда ғана адам шын мәнінде адам болады. Ақыл, қайрат, жүрек. Осы үшеуі адам баласының бойындағы ең басты қасиеттер. Бір күні осы үшеуі таласыпты. Ақыл айтады: менсіз еш нәрсе табылмайды. Мен не істейтінін, қалай істейтінін үйретемін. Мен бәрінен артықпын дейді. Қайрат айтады: сенің айтқаныңды істейтін менмін. Сен ойлағаныңмен іске асырмасаң не болады? Сондықтан мен артықпын дейді. Жүрек айтады: екеуінің де істеген істерінде адамшылық жолға салатын менмін. Мейірім, рақым, әділет бәрі менде, сондықтан мен керекпін дейді. Сонда ғылым айтыпты: үшеуің бірінсіз, бірін толық болмайсыңдар, бірақ бәрінді билейтін жүрек болсын. Егер ақыл мен қайрат жүрекке бағынса, адам түзу жолдан шықпайды. Сөйтіп ақыл, қайрат, жүрек үшеуі біріккенде ғана адам толық адам болады. Адам баласына жаман мінез жұғады. Жақсы мінезге үйрену қиын болады. Себебі жаман мінезге адам тез үйір болады. Адам баласы өз бойындағы жаман қасиеттерді жеңіп, жақсы қасиеттерді үйренуге тырысуы керек. Егер адам өз мінезін түземесе, білімнің де, байлықтың да пайдасы болмайды. Жақсы мінез адамның көркі, жаман мінез адамның соры. Сондықтан әр адам өз бойын тәрбиелеп, сабырлы, әділ, мейірімді болуға ұмтылуы керек. Сонда ғана адам адамшылық жолдан таймайды. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды. Сол арқылы адам білімі мен ақылын арттырады. Адамның есті болуы сол нәрселерді есінде сақтап, оймен саралап отыруында. Есті адамдар айтылған сөзді тыңдап, ойланып, пайдалысын алады. Ал есер адамдар жақсы сөзді тыңдамайды, мән бермейді. Адам баласы есті боламын десе, жақсы сөзді тыңдап, ақылды адамдардан үйреніп, көрерген білгенін есіне тоқып жүруі керек. Сонда ғана адам ақылды, білімді болады. Дүниеде күлкі де, қайғы да бар. Күлкі адам баласының көңілін көтереді, бірақ оның да шегі болуы керек. Адам баласы орынсыз күлкіге әуес болса, ол адамның мінезі жеңіл болады. Күлкі адамның жүрегіндегі қайғыны ұмыттырады, бірақ шектен шыққан күлкі адамды ойсыздыққа алып келеді. Сондықтан адам баласы күлкі мен ойдың арасын тең ұстап, орнымен күліп, орнымен ойлана білуі керек. Адамның қадірі оның сабырында, ақылында және мінезінде.